Қайырлы күн ұстаздар, өздеріңізбен әдеттегідей Сандуғаш Қадырғалиевна. Бүгін сіздерге қарапайым Word бағдарламасында құжаттармен тез әрі оңай жұмыс жасауда көмектесетін лайфхактармен бөлісетін боламын. Ең бірінші лайфхак. Кей кездері біздің құжаттарымыздағы сөздер капслок пернесі басылып қалу арқылы үлкен әріптермен жазылып кетіп жатады. Осы кезде біз бас әріптермен жазылған сөздерімізді әрқайсысын кетіріп, уақыт кетіріп отырмай, бірден өзгертіп алуымызға болады. Ол үшін қажетті сөздеріміз бен сөйлемдерімізді белгілеп алып, главное бөліміндегі регистр дегенге барып, как предложениях дегенді таңдаймыз. Осы кезде біздің бас әріппен жазылған барлық сөйлемдеріміз бірден реттелетін болады. Екінші лайфхак. Кей кездері біз барлық беттерімізді бірден тінтуірді басу арқылы түгел белгілеп алып, уақыт жоғалтып отырамыз. Осы кезде біз тінтуірдің көмегінсіз ақ пернелерді басып тұру арқылы бірден барлық сөйлемдерді белгілеп алуымызға болады. Ол үшін ең бірінші сөздің алдына мына курсорымызды орнатамыз. Одан кейін перне тақтадан Shift батырмасын басып тұрып, ең соңғы бетке келіп, курсорымызды тағы да орнатамыз. Осы кезде біздің барлық беттеріміз бірден барлығы ерекшеленетін болады. Үшінші лайфхак. Кей кездері өзіміз жазған авторлық жұмыстарымызды өзге адамдар алып кетпес үшін қорғауымызға тура келеді. Осындай кезде Word бағдарламасында құжаттарымызды қорғауымызға болады. Ол үшін файлға барып, сведение дегенге барамыз. Одан кейін защитить документ дегенге барамыз. Осы жерден расшифровать с использованием пароля дегенді басамыз. Осы жерге міндетті түрде пароль қоямыз. Одан кейін окей батырмасын басамыз. Тағы да паролімізді қайталаймыз. Паролімізді ұмытып қалған жағдайда бұл құжатқа енді мүлдем кіре алмайтындығыңызды ескертемін. Енді құжатымызды жауып тастайық. Құжатымызды қайтадан ашып көретін болсақ, бізден міндетті түрде пароль сұрайды. Содан кейін барып паролімізді енгізгеннен кейін құжатымызға кіру мүмкіндігін аламыз. Төртінші лайфхак. Қарапайым Word бағдарламасында снимок, яғни скриншот жасай аламыз. Ол үшін жоғарыдағы вставкаға барып, диаграмманың астындағы снимок дегенді басып, вырезка экрана дегенді басамыз. Осы кезде қажетті аймағымызды белгілеп, бірден біздің Word бағдарламасына автоматты түрде скриншотымыз түсетін болады. Бесінші лайфхак. Қарапайым Word бағдарламасына кез келген бір сайттан тексттерді көшіріп әкеліп қойған кезде біраз пішімдеу жұмыстарын жөндеуге уақыт кетіріп жатамыз. Мысалы, Қазақстан туралы мәліметті белгілеп алып, көшіріп қояйын. Осы кезде біздің тексттеріміз көк түске боялып, асты сызылып, осындай біраз пішімдеу жұмыстарын жүргізуімізге тура келеді. Мұның барлығын белгілеп алып, түсін қара ету керек, біркелкі пішімдеу жұмыстарын жүргізу керек. Осындай жағдайда лайфхак ұсынамын. Ол үшін файл дегенге барып, параметры дегенге барып, дополнительно дегенді басып, вырезание, копирование и вставка деген бөліміндегі вставка из других программ дегеннен сохранить только текст дегенді басамыз. Сол кезде біз осыны өшіріп тастап, қайтадан қоя қояйық. Осы кезде ешқандай да пішімдеу жұмыстарын жүргізбейміз. Кәдімгі Wordта жазған мәтін секілді бірден қойылатын болады. Алтыншы лайфхак. Қарапайым PowerPoint бағдарламасында авторлық құқықпен қорғалған документтерімізді өзге адамдар көшіріп алмас үшін водяной знакты қалай қоямыз. Яғни подложка дейміз. Документімізді қорғау үшін ең бірінші жоғарыдағы конструктор деген бөлімге өтеміз. Подложка дегенге барамыз. Настраиваемый подложка дегенді басып, мына жерден текст дегенді басып, текст деген жерге өзіміздің фамилиямызды жазып қойсақ болады. Өзге адамдар көшірген кезде, копированиеден өткізген кезде бұл подложка сақталып қалатын болады. Шрифтісін таңдаймыз, размерін таңдаймыз. Окей деп бассақ, бізде артқы бөлімінде Сагиндыкова Сандуғаш деп түсті. Немесе подложкаға барып, настраиваем подложка деп, рисунок деген жерден выбрать деп басып, бір рисунокты таңдаймыз. Мысалы, мына рисунокты таңдадым, окей дегенді бассақ, астына көрінбейтіндей етіп, фото қойылатын болады. Мұның барлығы өз документіңізді қорғау үшін жасалынатын әдістер.
Сонымен бүгінгі қарапайым Word бағдарламасында құжатты тез әрі жылдам жасауға арналған лайфхактар сіздерге ұнады деп ойлаймын. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, каналға жазылуды ұмытпаңыз. Кәделеріңізге жарасын.